Сәлеметсіздер ме? Бүгін роллы жасайтын боламыз. Ең бірінші бізге күріш қажет. Күрішмен 2 шай кесе күріш асып алдым. Негізі суға асады. Мен бірақ 2 шай қасы сұйық май қосып жібердім. Тұзсыз асып аламыз. Ортасына тұздалған съемка балығы, қияр және жұмыртқадан омлет. Бізге тағы да тұз, қант, су және мынадай нори жапырақшалары және рисовый уксус қажет болады. Орауға мынадай коврик. Біз күрішке қосатын сұйықтығымызды дайындаймыз. Жарты кесе суға 2 қасық ас қасық уксус, 1 шай қасық қант, жарты шай қасық тұз саламыз да ерігенше араластырамыз. Кішкене дәмін көресіз. Кисло-сладкий дәм болу керек. Егер тұз аз болса, тұз саламыз. Жасаған сұйықтығымызды күрішке қасықтап отырып құямыз. Біздің күрішіміз піскеннен кейін қатты ыстық болмау керек, немесе қатты салқын болмау керек, жылы күйінде болу керек. Сұйықтығымызды құйып, күрішті араластырып, дәмін көреміз. Барлығын бірден құйып жібермейміз. Күріштің дәмін алдымен көріп аламыз. Егер өзіңізге ұнаса, орауға дайындай береміз. Бізде қалған жаңа уксус сұйықтығымызды, ол қазір бізге қажет болады, төгіп тастамаймыз. Енді мынадай ағаш кілемшеге біздің нори жапырақшаларымызды жылтыр бетін сыртына қаратып қоямыз. Жапырақшамыздың үстіне асылған күрішті саламыз. Күріш қолмен жаятын болғандықтан қолымызға жабысып қалады. Сондықтан жаңағы уксусты дайындаған суымызға қолымызды малып алып, сонымен жайған ыңғайлы. Күрішті бір тегіс етіп, жиектерін тегістеп жаямыз. Тек қатты престеп баспаймыз. Сосын жоғарғы жағын 2 сантиметрде қалдырамыз. Қалған барлық жерлерін жиектеріне дейін күріш салып шығамыз. Енді ортасына съемка балығымызды, қиярымызды және қуырылған жұмыртқамызды, яғни омлетімізді қойып ораймыз. Кілемшені бір ораймыз. Сонан соң кисточкамен жаңа қалдырған 2 сантиметр жерімізді сумен немесе уксусты суымызды жағып, роллды қайтадан кілемшемен орап шығамыз. Роллдың көлемін дөңгелек қылсаңыздар да, 4-1 қылсаңыздар да өз еріктеріңізде. Менде осы 2 шай кесе күріштен 4 ролл шықты. Мінекей біздің роллдарымыз дайын. 10-15 минут қойып, сонан соң кесе берсеңіздер болады. Ас болсын. Көктемнің құлпырған шағындай, арайлап атқан нұр таңындай, жадырайды жанымда менің балғын бағымдай. Сезімге жүрегім жол ашты, бүріндей